Біздің осы 3 науқасымыз бар. Үшеуі де жас қыз келіншек. Ол науқастарда осы жатыр денесінің қатерлі бірінші сатысы анықталған болатын бізге келген кезде. Бұл 3 науқасымыз бұрын соңды жүктілік болмаған, бірақ үшеуі де тұрмыста ұзақ уақыттан бері бала сүйгілері келіп, бедеулікпен, сол бедеуліктің салдарымен емделіп жүрді. Уақыт өте келе осы 3 науқаста жатыр денесінің қатерлі ісіктері анықталып, біздің институтқа келген болатын. 3 науқасымызға онкофертильдік халықаралық протокол бойынша 1 жыл көлемінде гормональды терапия жүргізу арқылы 1 жылдық жақсы ремиссияға қол жеткізіп, мультидисциплинарлық топтың қорытындысы бойынша жүктілікті жоспарлауға рұқсат бердік. Уақыт өте келе ешқандай қосымша репродуктивті технологияларсыз табиғи жолмен үшеуі де ана атанды. Біз соның нәтижесінде үшеуі уақытына сай, доношенный 38, 39, 40 аптарда 3 ана 3 балдырғанды өмірге алып келді. Бір қыз, 2 ұл дүниеге келген болатын.